аспап. Аспаптың жаңағы ойнау тәсіліне біз білеміз, түріне қарай топтарға бөлінеді. Топтардың атауы тұр парталарда. Сондықтан суретке қарап өз тобымызды тауып отыра қалайық. Даусымызды қатырақ шығарайық, неге байланысты ажыраттық балалар? Бұл оркестр екен, Жанерке? Оны аспаппен... Тамаша, дұрыс айтасың. Аспаптарына қарай біз оркестрлерді ажыратамыз балалар, Так, жақсы. Музыка ғажап әлем. Қазақ халқы қашанда өнерге жақын болған. Тарихи мәліметтер, музыкант этнограф ғалымдарының зерттеулеріне байланысты қазақ халқы қашанда музыкаға жақын екені, суырып салмақ өнерге жақын екені, ән мен күйге, жырға жақын екені дәлелденген. Біздің ата-бабаларымыздан мұра болып қалған әндер мен күйлер, жыршы, жыраулар, біз айтамыз, осындай шығармалар бізге кім арқылы жетті? Кімдер жеткізді бізге? Ата-бабаларымыз, дұрыс айтасыңдар. Және де кәсіби мамандар бұрынғы кездегі, олар кімдер? Сал серілер, Қорқыт ата, дұрыс айтасың. Ақан сері. Тағы. Абай Құнанбаев, дұрыс айтасың. Так, жақсы. Ал енді осы бізге жеткен осы байлығымызды, біздің мұрамызды ары қарай қастерлеп, құрметтеп жеткізу біздің міндетіміз. Так, жақсы жарайсыңдар балалар. Ендеше мына адасқан әріптер арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашсақ. Қалай ойлайсыңдар? Қандай сөз жасырылған? Мәңгілік мұра бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы. Сонда бүгінгі сабағымыз не туралы болуы мүмкін? Симфониялық оркестрді көрдік, не туралы болуы мүмкін олар? Бұлар шеткі аспаптар туралы. Дұрыс айтасың. Оркестр туралы және оның аспаптары туралы білетін боламыз. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың мақсатын ашып өтейік. Кәне, Ерхан, бірінші мақсатты оқиғыш. Туралы болмақ. Сол себепті қазір мен сіздерге жұптық жұмыс ретінде мына карточкаларды таратамын. Қазір осыны тез толтырып береміз. Яғни мына суретке қарап, бұл қай оркестр екенін ажыратып, осыны жазуымыз керек төменде. Түсінікті,
шығайық балалар. Жақсы. Ал енді балалар, сендерге мынандай ұсыныс жасайын деп отырмын. Қазір барлығымыз мен осы жерге оркестрді қосамын, сол музыкалық шығарманың ырғағына қарай қазір артистік қабілетімізді көрсетеміз. Так, артистік қабілетіміз деген мысалы қандай аспаптарды білеміз? Домбырама, яғни домбыраны беріліп тұрып ойнаймыз. Сыбызғыма, сыбызғыны тап керемет қылып ойнаймыз. Қандай аспаптарды білеміз? Сол аспапты қолға ұстай салып ойнай беруіміз керек. Түсінікті ма? Так, жақсы. Дегенмен де кейбір балаларға мен осындай аспапты қосымша бергім келіп тұр. Так, бензина ручныймен бүйтіп ұрасың. Ырғаққа сай қозғаламыз. Так, екінші топ. Білеміз ғой қалай ойнау керек? Так, жақсы. Так, жіберін ашыңызшы. Так, жақсы дәлсің бағапан. Так, ал, сұрыққа берейік. Так, жақсы. Так, тұрайық орнымыздан. Орнымыздан тұрайық. Так, бәріміз тұрамыз, бәріміз балалар. Бәріміз қазір осы мектеп жанынан құрылған оркестріміз деп, керемет, атағы бар оркестр деп есептейік, Қандай оркестр екенсіздер? Көрейік. Бұл оркестрде ойнау қаншалықты қиын, соны біз қазір сезінейік балалар. Так, кешірім өтінемін, маған дирижер керек екен. Дирижер кім болады? Келе қойшан. Дирижер не істейді? Иә. Так, кәне, барлығымыз оркестр. Оркестрін қалай ойнайды екен қазір жаңа көреміз. Одан кейін бағаланатын жұмыс, сондықтан балалар ойнаймыз. Кәне.